Достар, бұл подкастта көретіндеріңіз қазақ футбол клубы Сан-Сирода өнер көрсететін болады, және де дәл сол стадионға мың қазақ қайратты қолдауға баратынды айтқымыз келіп отыр. Осы және де басқа да ақпараттарды осы подкастта талқылаған болатынбыз, және сіздерге қайраттың желесін ойнататын боламыз. Арнамызға тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, комментарийлеріңізді көп қылып жазыңыздар. Сол кезде мүмкіндік те көп болады жеңуге. Олай болса, осы жейде сіздерге бұйырсын. Сәттілік, достар. Енді есет, сен өзің сенесің ба Қайрат гол соғады дегенге? Сенбеймін. Көрдім да, өзінің ойынына өзі риза емес. Ол әдейі істеп жатқан жоқ. Оған қазір қанша жерден бір хейт айтылғанмен, ол барынша тырысып жатыр да. Қайратқа давление жасап жатқан бір команда бар да, Қарабақ деген. Заруцкийге қатысты бір көп инсинуациялар шығып жатыр да. Ол кетеді, қалады, үйтеді, бүйтеді. Сәлем достар, сіздермен Алим Лайф және оның жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары ағамыз Нұржан Еркінұлы, бауырымыз Есет Төлеш. Қалайсыздар жалпы? Көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күй керемет. Барлығы жақсы ма? Әдемі. Жақсы, күшті. Мынандай афишаны біз елестете алмайтын едік қой бұрын. Әлі көз үйренбей отыр ғой. Жаңа осы түсірілімге дейін Есет екеумізде сәл бір андай бір түрліреу болып тұр еді. Интер мен Қайрат арасындағы ойын 5 қараша күні Сан-Сирода, немесе Джузеппе Меатса, енді біреулер ресми хаттамаға сену мүмкін, Джузеппе Меатса деу мүмкін. Бірақ енді Сан-Сиро стадионы кереметтей біздің жалпы Қайрат ойыншылары үшін осындай бір атышулы аңыз стадион ғой. Сол стадионда ойнау мүмкіндігі болады. Міне кереметтей қазір өздеріңізде көріп тұрсыздар. Енді осы ойын қарсаңында жалпы біз әдеттегідей әрбір Қайраттың ойынның Чемпиондар лигасының қарсаңында өзіміз алдын ала жиналып превью түсіреміз. Бүгін де сол салт дәстүрімізден ешбір жылжымай соны жасайын деп отырмыз. Жалпы қалай осындай ойынды қандай бір трепет дейді осымен күтіп отырсыздар? Кішкене мынандай ғой, Қайрат мынандай стадионда әлі ойнаған жоқ. Ол жаңа ғана жүз алдаладың бәрін есептегенде олар 50 мың ары кетсе, мынандай 80 мың адам әндетіп, шулатып отыратын жерде ойнаған жоқ. Ол да бір жақсы тәжірибе болу керек деп ойлаймын. Мүмкін қорқынышты болуы да мүмкін. Кім біледі қалай болатынын. Бірақ ойын қандай есеппен аяқталса да ұмытылмас ойын болады ғой осы алаңға шыққандарға. Өткенде анау пафоспен осы жерде отырдық қой, Бексұлтан екеуміз. Сол кезде рахат етті, Қайратта шанс бар деп оптимизммен отырасың. Енді Интерге келгенде не дейсің енді? Сан-Сирода енді Интер ойнап жатыр ғой өз алаңында, Джузеппе Меатса деген дұрыс шығар. Джузеппе Меатсада анау өткендегі Реалдан 0-5 есебімен жеңіліп қалса да, ойбай Реалға қарсы ойнады деп бәрібір ұмытпай жүреміз ғой соны. Тура сол сияқты Интер деген дәл қазіргі Чемпиондар лигасының финалисті олай алып қарасаң. Барселонаны жеңген команда ғой, бұл сұмдық болайын деп тұр. Және дәл осы Джузеппе Меатса туралы айта кететін болсақ, Чемпиондар лигасының 2-1 финалын қабылдаған. 2001 жылы Бавария Валенсия, 2016 жылы Реал Мадрид Атлетико Мадрид арасындағы. Сосын Европа чемпиондар кубогын, енді бұған дейінгі Чемпиондар лигасы ғой, 65-те Интер мен Бенфика, 70-те Фейнорд Селтик, және әлем чемпионатының 34 жылы, 90 жылы Европа чемпионатын 80 жылы қабылдаған екен. Яғни стадионның өзінің де тарихы қаншалықты кеңіне кеткенде көріп отырмыз. 1926 жылы 19-42 күні келесі жылы 100 жылдығы екен салынған екен. Келесі жылы 100 жылдығы, бірақ бұл стадион жанында да қазір көптеген мәселелер жүріп жатыр. Біле білсеңіздер, бұл әкімшілікке тиесілі Милан қаласының, екі команда да бөлісе алмай жүргенін, жаңа одан қалса енді сатып алып бұзып тастап жаңасын салат деген әңгіме бар. Енді стадион түсінікті керемет. Мен болған бұл стадионда, бірақ мен сол студент кезінде оқып жүрген кезінде болған едім. Кәдімгідей керемет атмосфера. Миланның да Интердің да ойын болдым. Миланның ана «Консионе» деген өлеңді тыңдаған болатынмын. Кәдімгідей Милан жанкүйерлерінің. Және де бұл стадионға қатысты менің енді алдағы уақытта туған күнім, 3 қараша күні. Қазір түнде мысалға Скорпион екенсің ғой. Осы стадионда мен бір туған күнді қарсы алған болатын. Милан мен Зальцбург арасындағы ойын Чемпиондар лигасында 2-3 ауған түні стадионда болған едім. Енді бүгін енді Алла қаласа жолға шығамыз. Ол кезде жанкүйер ретінде мен енді барсам, қазір осы аккредитация алған бір журналист ретінде барайын деп отырмыз. Стадион шынымен де керемет. Сан-Сироны мен кәдімгідей сағынғанып та бұл жерде жасырғым келіп тұрған жоқ. Енді ойынға келетін болсақ, Интер міне қазір осы біз подкастты түсіріп бастаған кезде қонақта А сериясында Веронаға қарсы ойнады.
2-1 есебімен жеңіп кеткен болатын. Иә, бұл жерде қарап отырсақ, мынау негізгі құрам ойыншыларын Dumfries сынды, сол қапталдағы Ди Марко сынды ойыншыларды демалтыпты. Және бұл жерде қарап отырсақ, Қайраттан қорқып отыр деген сөз. Иә, солай ма, қалай түсінеміз есет бұны? Негізі Интерге ашығын айтқанда А сериясы маңыздырақ қой қазір. Себебі турнир кестесіне қарасаң, ана жақта сұмдық келе жатыр. Рома бірінші орынға шығып кетуі мүмкін, Наполи бар, Интер бар, Ювентус Спалеттиді шақырғаннан кейін қайта күшіне енуі мүмкін деген сияқты. Бірақ бұл жерде енді бірінші кезекте жарақаттар мәселесі, одан кейін Dumfriesтерге демалыс беру, бұл жерде бәрібір чемпиондар лигасы ғой. Осыны айтты, чемпиондар лигасында қарсыласың қандай әлсіз болсын, рейтингте төмен тұрсын, Қазақстаннан кеп тұрсын, негізгі құрам шығарады. Приоритет қой, Себебі ол жақта 3 ұпай. Өте маңызды. Және Кристиан Кивудың да бұлай жасаған түсіндіруге болады. Енді үш ойынның үшеуінде жеңді ғой. Аяксты қонақта 0-2, өз алаңында Славия Праганы 3-0, сосын Union Saint-Gillois'ны 4-0 есебімен. Қайратпен ойнайды. Қайраттан кейін страшный соперниктер ол жақта. Ужас ол жақта. Ливерпулің бар, Арсеналың бар, Атлетико Мадрид бар, сосын Дортмундты қабылдайды, сондай бірінші. Кәдімгідей сол үшін де Интерге қазір барынша ұпай жинау қажет. Сол үшін де негізгі құрамды аздап бір демалтқанында дұрыс шығар дегенде ойын бұл жерде енді Интер жағынан қарасақ, ал Қайрат чемпиондыққа қол жеткізді. 26 қазан күні жалпы қанша бір 10 күндей демалды ғой, 10 күндей демалды. Қайраттың қазіргі жағдайы қалай деп ойлайсыздар? Ешкімге машина сыйлаған жоқ жаңалықтардан. Сан-Сиродан кейін алып қалады бір-екеуі. Бір қазақ гол соқса алады ау. Иә, гол соғу, енді ертең анау Көкеевті талай айтып жүрдік қой, Уэмблиде гол соққан қазақ деп әлі айтып жүрміз. Сан-Сирода соқса бәрібір айтып жүреміз ғой, тура солай. Оның үстіне Интер мысалы чемпиондар лигасында гол жібермеген команда ғой. Иә. Бірінші голды мысалы Қайраттың футболшысы соқса, қазақ болса. Жалпы өзіміздің чемпиондар лигасында қазақ гол соға алмай жүр ғой әлі. Бұрын Астана ойнаған кезде Кетивуомалар соққан, осы кездесуінде кімнің Спортингтің қақпасына Эдмилсон соқты, Пафос пен Реалға соқпадық, қазақ гол соға алмай жүр. Сәлақ қалған ет пенальти болып дейсің ғой Реалдың қақпасына. Сәтбаев иә, бір тарихи гол болатын. Дайындалып отыр едік. Бәлкім Сан-Сироға күтіп тұрған шығар. Нұреке, сіз қалай ойлайсыз жалпы? Мен білмеймін, егер мен осы ойынға бір бәс тігетін болсам, голға тігер едім. Қайрат бір гол ұрады дегенге. Болды қандай бір сезім. Патриоттық сезім болып жатыр ғой мына жерде. Жоқ, 7-1, 6-1 болса да мейлі. Ауыр емес пе 7-1 деген? Жоқ, мен ойымда. Басы жақсы басталып келеді, гол соғады деп. Былай қараңдар, көп жағдайда қанша жыл футбол көріп келе жатырмыз ғой, осындай мықты келе жатқан командалар әлде бір команданы кейде жіберіп қояды, бір гол фантом, бір қателікпен бір кіріп кетуі мүмкін. Ондай закон вероятности дейді ғой, ондай бар. Содан кейін ана Эдмилсонның егер алаңға шығып жатса, пайдасы тиіп қалады деп ойлаймын. Өткенде Астанаға гол соққандай, сол Эдмилсон шыққаннан кішкене әйтеуір жоғарыдағы допқа әйтеуір бір мүмкіндік болды ғой, бір алуға неге. Сондықтан бір гол соғу мүмкін. Бір жаман жері жоғарыдағы допқа таласу Интерге қарсы ойнаймыз да біз. Бастониге қарсы, Ачербиге қарсы. Мына жақта үшінші болып кім шығатыны белгісіз енді. Иә, біреу шығады әйтеуір. Қайсысы шықса да ойшаң біреу шығады да әйтеуір. Сондықтан Интерге енді басымен гол соғу қиындау. Одан да ана бой кішкентай Сәтпаев сияқты біреулерде мүмкіндік болып қалуы мүмкін. Аканжидің омыртқасын қайырып, ардай бер шайқап, сол қапталмен. Не, кім біледі. Жоқ, енді шынымен Эдмилсонды Нұреке дұрыс айтып отырсыз. Осы Пафосқа қарсы Қайраттың ойынын көрдік қой, осы қорғанысты бір жара алмаған, одан қалса Астанаға да қарсы бірінші таймда келет, әйтеуір бір сол ойыншы жетпей атты. Эдмилсон шыққаннан кейін әуедегі допқа таласты, әйтеуір Астанға сол бір допты. Иә, жеңіп берді. Одан қалса сол Спортингке соққан голда қапталдан асырылған пас, әйтеуір аяғын дер кезінде қойып қалды да, қақпаға қарай соққы бағыттап жүріп гол соқты ғой. Шынымен Эдмилсонның енді негізгі құрамда шығуы қажет, менің ойымша. Себебі бұндай ойыншы Қайратқа ауадай қажет екенін тағы да бір түсіндірді. Мысалы, маусымның басында Элдер Сантана жарақат алып қалды ғой. Элдердің орнына осы Эдмилсонды алып береді. Эдмилсон енді соңғы 1-2 ойын ойнамай жүрді. Қазір қатарға қосылды. Көптеген жанкүйерлер қазір осы Громыко мен Жоржиньоға бір хейт жасап жатыр. Осы екеуін құрту керек дейді. Осы екеуі адам болмайды. 7 мен 55 шайды деп жатқанда бар. Осы туралы не ойлаймыз?
Енді Громыканың бірінші кезекте іріктеудегі ойындарына алыс айта кету қажет, бірақ топтық кезеңде расымен ойын жүріп жатқан жоқ. Мына күзгі кезең басталғалы чемпионаттағы ойындарда да, чемпиондар лигасында да Громыканың ойыны мүлдем жүрмей тұр енді. Ал оның үстіне мынау не бар ғой? Күткен ойының мен оның нәтижесі. А Громыкадан мынау жаздағы ойындардан кейін көп нәрсе күтіп қалған сияқты жанкүйерлер. Ал спат болып жатыр ма ода? Иә, ойында сәл спат бар. оның үстіне бізде маусымның соңы ғой. Маусым бітті енді. Тек 3-4 матч қалып тұр ғой Қайратқа. Ал ол мысалы наурыздан басталған маусымның соңында футболшылар 90% жағдайда жарақатпен аяқтайды ғой. Әйтеуір бір жері ауырып жүреді. Әйтеуір өйтіп уколмен маусымда аяқтайды деген секілді жиналып қалған шығар. Шаршау бар, анау мынау кішігірім жарақаттар бар. Бірақ күзде енді ойыны болып жүрмей қалды. Мен Астанаға қарсы ойынды қарапайым көрермендердің арасынан көрдім. Біраз болған ғой сол жаққа қарай өтпегелі ше. Анау халықтың ойын бәрін тыңдап отырасың ғой, айқайлаған сөздерінің. Я, шынымен де халық наразы, бірақ бір отырып көргім келеді меніңше. Бір отырып сөйтіп көргім келеді. Рахат. Үндеме бүйтіп капюшон жауып. Агент болып отырасың ба? Не деп жатыр екен ел жұрт деп ше. Бізде мүмкіндік жоқ қой ондай, енді матчта жүреміз үнемі деген. Иә. Мен бала-шағаммен отырдым да, бәрін көріп отырдым. Тура енді бір фланг бір тайм алдымда ойнады ғой енді. Алып тастағаннан кейін оны ойыннан кәдімгідей мен көрдім да, өзінің ойынына өзі риза емес. Ол әдейі істеп жатқан жоқ. Оған қазір қанша жерден бір хейт айтылғанмен, ол барынша тырысып жатыр да. Бұл бейшараны қатты неғылуға болмайды. Ұрсып, сөгуге қолынан келгенше істеп жатыр. Қазір есет айтып отқандай, ол шынымен шаршағанда болуы мүмкін ше. Бірақ тырысып жатыр. Мен мына нәрсені айтқым келеді да, халықтың наразылығы тек жаңағы Громыканың өзіне емес, оны неге ауыстырмайды, оның орнына неге басқаны шығармайды дейтін нәрселер ғой негізі. Кімді шығарасың мысалы? Жоқ қой. Громыка сынды шабуылға үлес қосатын қайратты ойыншы кім бар? Тұяқбаев қана шығар. Оның өзі кеше шығып бастады жақында. Иә, Тұяқбаев әлі. Ода бір қатты. Ал Жоржиньо туралы не айтамыз? Жоржиньоны да көп хейт қалып жатыр қазір. Жоржиньо күшті бастаған, маған басында ұнайтын. Бұл көкем деген кәдімгідей талай маңызды голдар соқты ғой. Чемпионаттың бас жағында керемет ойнады, бірақ енді мынау чемпиондар лигасында жолы бола қойған жоқ. Іріктеуден бастап болса болмай жүр ғой. Іріктеуде соқты. Ең басында соқты, басында соқты, одан кейін қазір сериямен келе жатыр ғой әйтеуір. Чемпиондар лигасында 7-8 матчтай болды әйтеуір гол соға алмай келе жатқанына. Кубс қақпасына 1 гол соққан. Олимпияға 1 гол, 2 гол пасы. Тастанға берген шыны ең бірінші. Одан кейін қазір әйтеуір 7 матч болып тұр. Менің соңғы оқыған ақпаратым бойынша гол соға алмай жүргеніне. Енді анау неден күйіп бітті ғой, спортингке келген кезде ойбай отаныма оралдым, еліме келдім деп. Сода шіреді ғой енді. Қаншама туысқаны келді ғой. Бәрі жеті, Жоржиньо деген жейде киіп алған. Сол кезде шіреді. Спортингке қарсы матчта. Жаңып кетті. Қазақ тілін жақсы көремін, шіреді. Әдемі сипаттайсың да. Түсіндірудің керегі жоқ, қалай шірігенін. Шіреді. Бассы шіреді. Содан кейін шіріп бітті ғой. Содан кейін бір анау өзінің деңгейіне қайтып шыға алмай қалды. Әйтпесе маған ұнайтын, анау Сәтпаев сияқты мобильный кішкентай шапшаң жүгіріп жүретін еді ғой. Осы маусымда Қайраттың жалпы құрамын келетін болсақ, құрамын емес кез келген ойын алдында. Енді біз есет екеуміз комментаторымыз ғой. Қайраттың ойын жүргізейін деп алып жатсаң, бір қатты андай болмайды ғой. Бүгін не жүйе болады екен. Қандай ротация жасап жүреді екен. Ё-моё, мынаны бүйтіп жүрсе мен қайтып қаламын дейтін болмайды ғой. Сен примерно уже біліп келесің ойынға. Кімде шығатынын, кімнің орнына кім ауысатынын, Тапаловтың орнына Мринский шығып, Тапаловты ауыстырып тастап, Мринский төмен түсіріп, Громыка немесе Тұяқбаевты флангқа жіберетін дегендей. Сол сияқты дәл осы ротация емес, Уразбахтиннің дәл сол бір ротацияны қатты жасамауының арқасында ойыншылар қатты шаршап қалды деп ойлаймайсыз ба? Бұл анау былтырғыдан басталған әңгіме ғой. Қайрат Боранбаев біз чемпиондар лигасына шықсақ екінші құрам шығармаймыз деді ғой. Содан намыс қой, енді бұл жерде Боранбаевтың өзі де айтқан сияқты меніңше Уразбахтинге. Ротация керек емес деп, себебі мысалы Олимпияға қарсы матч бар, Селтикке қарсы кездесулердің алдында мысалы Тобылдың Қайраттың қарсыласы Тобыл болды да, екі матчтың ортасында Тобыл жазда сол ойынды мысалы құрбандыққа жібере салсам болады, немесе жастар шығарып, бірақ сол ойынға Тобыл негізгі құрамда, Қайрат негізгі құрамда алып шықты. Одан кейін де ойындардың бәрінде КПЛ-да 80% негізгі құрамның футболшылары міндетті түрде шығып отырды. Бұл бәрібір жиналады. 3 күнде бір ойнау, 3 күн сайын ойнау қазақстандық футболшыларға сәл енді ауырлау. Сыгырность дейді ғой. Сыгырность бәрібір керек. Команда бізде кейде Қайраттың кейбір әрекеттерін көріп қаласың ғой, өзі ойлайсың, қалай мыналар
бүгін алаңда бір-бірін көріп тұр ма деген сияқты ше, кімнің қайда жүргенін бір сезбейтіндей бір моменттер бар ғой, любой хайлайтын бүйтіп айналдырып қарасаң. Сондықтан да білмеймін енді, ойнай берген дұрыс сияқты. Бір нені құрамда әбден катать етіп сыгырность жасап алу басты жоспары шығар Оразбахтиннің. Өйткені сол арқылы біз бір нәтижелерге қол жеткізе аламыз да, біз андай команда емес, біз ойыны әбден қойылған четкий бәрі, енді бізге ротация керек дейтінше, жоқ, біз ротацияға дейін бір основной составты әбден апкатать етіп алу. Бірақ соның кесірінен біраз шаршап қалған сияқты. Қосалқы құрамда қарасақ, мысалға легионер Рикардиньо, легионер Юкстаноев, өзіміздің жігіттер Әділет Садыбеков, Қайраттың капитаны еді маусымның басында, бірақ есет өзің болдың ғой, чемпион болған кезде Мартинович көбікті көтерді. Яғни капитан ауысып кеткен сияқты қазір, иә? Бірақ чемпиондар лигасының матчтарында Селтикке қарсы ойында капитан ретінде Садыбеков келген. Иә. Капитан ретінде. Жоқ, негізінде маусымның басында негізгі капитанымыз Әділет деді ғой, Мартинович екінші капитан деді. Бірақ бұл жерде енді Мартинович... Бұл бір жағынан құрметте шығар, себебі маусым бойы Мартинович алып шықты ғой. Мүмкін. Ол да мүмкін. Сол сияқты басқа да енді ойыншылар бар. Заряның өзі де мысалға сол Громыко шаршаған кезде енді алмастырып тұруға болады. Бұл жерде біз мына бір ойыншы ойнай беретін болса, түсінікті, шаршауы мүмкін, жарақаты болуы мүмкін, одан қалса қарсылас команданың бапкеріне де анализ жасауға оңай ғой. Себебі білет. Громыконың 4 ойынын көрсең, түсінікті Громыко қалай ойнайтын. Олар да бір андай жайдан жай жүрген кісілер емес қой. Кристиан Киву дегенің кезінде талай ойнаған, оның аналитический группасының өзі де бүйтіп жарты қарағаннан кімнің не екенін түсініп алады дегендей. Енді қақпашыларға келейікші. Жарайды, алаңда ойыншыларға айттық. Қақпашылар қазір енді Шерхан Қалмырза түсінікті. Кеше ғана Астана қаласында жүреді. Мүмкін Алматыға оралып командамен бірге ұшатын шығар. Темірлан Анарбеков соңғы ойындарда негізгі қақпашы болып шығып жүрді, бірақ сол Астанаға қарсы ойында қосалқы құрамда жарақатынан айығып Александр Заруцкий болды. Кәдімгідей жейдесін киіп, кез келген сәтте шығуға дайын отырды. Енді біз осы ойында кімді қақпашы көреміз? Меніңше Анарбеков негізгі құрамды тартып алған сияқты Заруцкийден толығымен. Себебі Астанаға қарсы матчта да Темірлан Анарбеков тамаша сейвпен көзге түсті. Павловқа қарсы матчта айтпай ақ қояйын, ол жақта бәрін көрдік. Ал солай ойны жүріп тұрған қақпашыны ауыстырудың қандай мағынасы бар? Заруцкий оның өзі жарақаттан кейін шығып тұрған қақпашы бір жағынан. Оның үстіне Заруцкийдің өзі чемпиондар лигасында біраз пожарлармен де көзге түсті ғой. Оның сейвтері болды әрине пенальти сериясында, бірақ пожарлар болды. Ал Анарбеков әлдеқайда меніңше сенімді ойнап жүр. Заруцкийдің ең пожары Уэльстағы ойын есімнен кетпейді. Екінші тайм басталса. Супермен деп ұшып кеткені. Нұреке, ойыңыз сіздің? Ойым Заруцкий енді жарақатынан енді айығып жатыр, Интерге қарсы бірден ойынға оны тық жібереді деп ойламаймын. Ол бір сосын Темірлан бір-екі ойын болса да ойнады ғой жарақатынан кейін. Темірлан шығу керек деп ойлаймын, шығады деп. Содан кейін байқайсыңдар ма, қазір неде бір медиада Заруцкийге қатысты бір көп инсинуациялар шығып жатыр да, ол кетеді, қалады, үйтеді, бүйтеді, кейбір мақалалар бір заказной сияқты ма, бір түсінбей жатырмын, шын айтса, бір инсайдерский информация жоқ. Іште мынандай болватыр деп айтатын ше, оны балалардың сұрап көру керек еді, сонда істейтін не болватыр шынында айтыңдаршы дейтін. Сондықтан біздікі тек болжам ғой, болжам бойынша Темірлан шығу керек. Бірақ енді қазір Заруцкий жарайды кетті дейік, мысалға. Қайда барады? Астанаға? Қайтадан? Ол жақта Мағаметжан Сейсен бар. Ордабасы менің ойымша Заруцкийдің амбициясына тең келмейтін сияқты. Тобыл, ол жақта да өзінің қақпашылары бар. Бусурманов бар, Устименко бар дегендей. Ақтөбеге ма? Ақтөбеде Влад бар. Енді амбиция бойынша Қайрат пен Астана ғана ғой Заруцкийде. Басқа таңдау жоқ. Шетелге кетіп қаламын демесе. Бірақ Темірлан туралы көп әңгіме бар да, бірақ Боранбаевтың өзі ресми мәлімдеме айтты ғой. Жаңа қауесеттер тараған кезде қалады деді, келісімшарты бар деді. Яғни ол меніңше жібере салмайтын сияқты. Себебі Қайраттың өзі бір ауыз күйіп қала жазады ғой. Мысалға Заруцкий жарақат алып қалды, сондай бір топ қақпашы болмаса күйді ғой, бітті сол кезде. Сондықтан қазір енді футболда қалыптасып қалды ғой, екі топ қақпашыны ұстап отыра береді. Түсінікті, енді жарақат деп жатырмыз. Интердің құрамына келетін болсақ, қай ойыншылар Интерге осы ойында көмектесе алмайды? Есет? Маркус Тюрам, негізгі шабуылшылардан Тюрамның жоғын айта кетуге болады, және армениялық Генрих Мхитарян. Үздік армениялық. Армениялықтардың үздігі. Бұл кездесуге қатыса алмайды өкінішке қарай. Бірақ Мхитарянның Қайратқа қарсы матчын көргім келген еді мен негізі. Бірақ өкінішке қарай.
қызық қой жай бәрібір. өзіміздің мысалға Мхитарянға сендерде сондай бар ма жоқ па білмеймін. Мхитарянға топ-5 лигада Манчестер Юнайтедте Боруссияда жүрген кезде бәрібір ана өзімізге жақындау ғой. иә бар бәрібір жаңа іштей бір бүйрегің бұрылып тұрады да. Ал Интерге қарсы матчта сол анау өзіңе жақындау адам ойнайды да өзіңе қарсы. Сол тұрғыдан мен көргім келген. Бірақ енді өкінішке қарай жарақаттар көп, 6-7 футболшы жарақатталып қалды. Матео Дармиан деген сияқты олар бізге қатты әсер етпейді ғой, Интерге де әсер етпейді да, Дармиандар. Иә. Олардың орнын басатын адамдар бар, иә. Негізгісі сол ғой, Тюрам мен Мхитарян. Тюрам мен Мхитарян бұл жерде деген жарақаты. Енді ойынға келетін болсақ, жалпы қалай ойлайсыздар? Енді түсінікті. Қиын сұраққа келді. Бұл жерде енді Реалға да қарсы айтқан едік қой, біз гол соқсақ, жалпы немесе Реалдың келгенінің өзі де Қазақстанға ол бір үлкен мерейтой деп. Қайраттың қазір көптеген жанкүйерлері осы Қазақстаннан бара жатқан Қайратты қолдауға, Италияда білесіздер, студенттер өте көп бізде. Қазақ студенттері Милан қаласында оқитын, Рим қаласында оқитын, солардың барлығы өткенде шамамен білмеймін енді олардың барлығы келе ме келмей ме, бір сол жақтағы жігіт жазды маған, осылай матчтың алдында жолығайық, сізбен сөйлескім келеді деп, сол балалар жинап жатыр екен. Телеграм топта 1200 адам жинап үлгерді қазір. Ойынға қызығушылық танытып жатқан. Сол үшін де біздің жігіттерде бір енді түсінікті. Қалған 85 мың адам итальянецтерде жауап тастай алмаймыз, бірақ сонда да әйтеуір бір таптамаша жанкүйерлік ететін сияқты. Және Қайратқа сөзсіз бұл үлкен тәжірибе, кез келген ойыншыға, Дастанға болсын, дәл сол стадионда. Анарбеков, Дастан мысалы өзінің командасын тауып қойған футболшы ғой, Челсиға ауысады. Анарбеков бар, Интерге қарсы матчта Сан-Сирода екінші таймда міндетті түрде меніңше Тұяқбаевты шығарады. Себебі Қайрат өз академиясына осы Чемпиондар лигасына жақсы жарнама жасап жатыр. Сондықтан қандай нәтиже болып тұрса да, Тұяқбаевқа меніңше мүмкіндік береді. Тұяқбаев туралы мынандай әңгіме көп тарап жатыр ғой қазір. Боруссия Мönchengladbach дейді, Coventry City дейді. Олар тым қатты сияқты меніңше. Одан қалса осы Пафосқа қарсы ойынға скауттар келді дейді. Жалпы енді бізде футболда неше түрлі теориялар бола береді ғой. Мынандай айтылуы мүмкін ба? Екінші таймда міндетті түрде азамат шығару керек, скауттар келді деген. Нәтижеге қыстырмайды. Меніңше мүмкін. Әбден мүмкін. Ол дұрыс па? Мысалға мен глобально дұрыс, негізі былай, жалпылай алғанда. Я тренердің жұмысына араласуына болмайды дейтін нелер бар ғой, мысалға. Абрамович те кезінде Мауриньоның жұмысына араласпадым деген сияқты нәрселер болды. Бірақ біз қазір жаңа футбол мәдениетін қалыптастырып жатырмыз да. Сол жағынан қарағанда стратегиялық тұрғыда қазір Қайрат Боранбаевтың араласуына құқығы бар сияқты. Өйткені ол өз ақшасын салып жатыр, академия, тағы бір академия салайын деп жатыр. Ол қазақ футболы үшін жаны ашитын азамат та. Содан кейін қазақ жігіттерін көрсету негізгі ой. Бұл кинофестивальдер сияқты ғой, кинофестивальдарда мысалға әркім жаңағы фестивальный киноларын апарғанмен, бірақ басқа бір сериалдарын сатады сол жақта, стримингтерге, басқа бір контенттерін жаңағы арендаға, сублицензияға беріп кетеді деген сияқты. Примерно сондай нәрсе ғой. Мына жерде негізі үлкен сатылым жүретін не ғой, жер ғой. Ертең даже Челсиге өтіп қойған Сәтбаевтың өзін көрсетуге тырысады ана жерде, өзін барынша сатады ше. Өйткені выгода бар. Ертең жаңағы Страсбурға ма оны жібереміз деп, болмаса давай все-таки Челсиде бір сезон көрейік скамейке деп отырса да арасында кубковый ойындарға шығарамыз деген сияқты. Көп нелер, сондықтан да араласқаны дұрыс деп ойлаймын. Тым болмаса осы Чемпиондар лигасында. Ал енді Қазақстан премьер лигасының ойындарына араласып жатса, ол енді бөлек әңгіме. Бұл жерде академияның жемісін көру ғой. Меніңше, оның үстіне бұл бізге де жақсы ғой, қазақстандық футболшы. Мысалға ертең Сәтбаев Челсиға кетеді, тағы біреу мысалға Чесноков мысалы Хартсқа ауысайын деп жатыр деген секілді. Сондай бірнеше футболшымыз Ресей премьер лигасында емес, ол бір батыс Еуропада жүрсе, керемет, бақылап жүрген. Мен мысалға ойнатқанын қалар едім, сонда жарнама жасасын. Енді сіздер сенесіздер ме сол шынымен де Тұяқбаевқа Мönchengladbach Coventry? Мен сенбеймін енді. Бұл бір андай агенттік бір информативный спрос сияқты шын. Құйтырқы бір әрекеттер сияқты. Сәл анау бір тастап жіберіп, сол арқылы мүмкін ойыншыға да бір хайп көтеріп беру деген сияқты ше. Афсайд сериалы сияқты. Қолдансыз оны әйтпесе баяғыда қанша жыл тып-тыныш жүрді ғой футболшыларымыз. Инсайт болса бола берсін. Алдына Фабрицио Романо туралы айтып жатыр да, неде Анрилдер жаңағы бір бағдарламасында. Соны айтады, көп заказдар келеткен футболистерден, мысалы, бош жүрген.
типа сброс тасташы біз туралы, мен туралы тасташы деген сияқты ше. Ондай агенттердің арасында ойындар бар ғой, это нормально. Көп қой. Ол көп. Салақтың өзі де солай. Осы соңғы контрактысына дейінгі контрактта Реал қызығып жатыр. Реал дегісті айлығын поқытысып көтеріп алды ғой. Содан кейін енді соңғы контрактысын таза өзінің еңбегінің арқасында состы деп айтайықшы. Ол енді қазақ футболына енді келіп жатыр ғой, бұл негізі жақсы, әйтпесе агентский келіп тек анау тиынын беріп келісімшарт жасасып просмотрға барып жүре беретін еді ғой. Енді қайтадан не күтеміз дегенге келейікші. Жылы жауып кетіп едік, қайтып келдің ғой. Жоқ, жылы жауып алмаймыз. Мысалға Реалдан енді 5-0 болған кезде жарайды, Реал келді дейдік Қазақстанға. Қаншама футбол жанкүйерлері жаңадан қосылды, мына бүкіл әлеуметтік желілердің бәрі бүкіл үтіктен Реал деп кетті, жаңағы футболға қызықпайтын адамдар көріп кетті футболды. Оның бәрі әдемі футбол үшін әдемі бір жарнама болды дедік. Түсінікті біз Сан-Сирода ойнаймыз. Бұл жерде енді қалтасы мүмкіндік беретіндер немесе сол жақта студент болып жүргендер ол ойынға барады, қолдайтын, ол туралы да айттық. Бірақ егер де шынымен де 5-0 болып жеңіліп жатсақ, бұл жолы қалай жаба аламыз? Тәжірибе? Ол неге біз 0-5-ті жабуымыз керек Интерге қарсы матчта? Ол кәдімгі Реалмен бір деңгейде, мысалы әлемдегі топ 10 команданы айтшы десең, кез келгенде ішіне Интерді қосады. Бұл Италияның нөмірі 1 командасы қазір. 3-ші орында тұрса да, Италияның нөмірі 1 командасы Интер, Чемпиондар лигасының финалисі. Одан алдыңғы жылдары финалист болды тағы да. Оның алдында да финалға шыққан. Үш рет жеңді осы турнирді. Мықты ғой енді бұлар. Ал 0-5 есебімен жеңіліп қалса, бірақ оны ақтап, былай ақтап емес, бұл жерде енді мынау көп қазір жанкүйерлер қосылып жатыр ғой. Әңгімені содан бастадық қой. Жаңадан келіп жатқан жанкүйерлер шынымен де спрос сұрап жатыр да бізден. Бізден және Қайраттан. Сендер қуасыңдар ма Реалға 5-0 ұтылып қап? Тарқат жіберу керек бұл клубты деп ше. Жоқ, бұндайлар жанаманы алып тастаңдар деп. Жоқ, ондайлар енді іріктеліп Чемпиондар лигасынан кейін кейбірі қалады, кейбірі кете береді ғой. Бірақ енді футбол жанкүйерлері, футбол көретін адамға бұл Интердің деңгейі Реал Мадридтен 0-5 есебі жалпы жаман емес. Оны бірақ мен Сан-Сирода мысалға Реалға қарсы алғашқы 20 минутта қалай ойнады Қайрат. Сан-Сирода ондай мүмкіндік болмайды. Бұл қандай командамен ойнаса да қорғаныс арқылы ойнайтын ұжым ғой Интер деген. Үш орталық қорғаушысын жібермейді ешқайда. Қайратқа ондай 1-2 мүмкіндік болатын сияқты меніңше 90 минутта. Және соны қолданып кетсек, соның біреуін қолданып кетсек, оның үстіне жаңа Нұрекең айтып жатыр ғой, бір 7-де 1 жеңіліп қалса да 1 гол соғады деп ше. Қайрат гол соқса, сол шамамен 0-5-тен кейін барып соғатын сияқты. Енді есет сен өзің сенесің ба Қайрат гол соғады дегенге? Сенбеймін. Сен ашығын айтқанда, жанкүйер ретінде әрине қолдаймыз, бірақ Интерге гол соғу бір бәледен 0 деген есеп күтесің. 0 Қайратта. Интердің бір жақсы жері, бірақ мысалға Реал Мадрид 0-5-ке дейін бара береді ғой. Интер 0-2-ден кейін спокойно жүре береді. Нұреке, сіз? Мен Қайрат гол соғатынына сенем. Өзім енді 10-15 мың кіріскізе саламын енді. Болса болды, болмаса қорқынышты ештеңе жоқ деп ойлаймын. Содан кейін бағана айтқан нәрсе ғой. Қазір 9-0 ғой, 9 гол соқты, 1 гол жібермеді. Интер 9 гол соққан, 0 гол жіберген. Қайратта 1 гол соққан, 9 гол жібергенбіз. Вот, не көрдің ба? 1 тұр уже. 1 тұр. 1 ұпай бар. 1 ұпай бар. Турнирлік кестеде біз Бенфикадан, Аякстан жоғары тұрмыз. Чемпиондар лигасын ұтқан командалардан. 1 гол соғып қалуымыз әбден мүмкін. Өйткені Қайратта мына жерде ұту деген тапсырма тұрған жоқ. Содан кейін жаңа сен айтып отқандай негізі давление жоқ. Бұл Манчестер Юнайтед емес, нәтиже қайда деп сұрайтын. Енді тәй-тәй басып Чемпиондар лигасында осындай кезеңде ойнап жүрген команда, сондықтан да ешқандай давление жоқ. Ойнайды, ыңғайы келе ма, 1 гол сап кету. Осы жерде Қайратқа давление жасап жатқан бір команда бар да, Қарабақ деген. Бізде салыстыру бар ғой. Қатты, біз жақсы көреміз ғой. Жеңіп алды. Ана ұлттық құрама неғып атқан кезде Өзбекстан ұлттық құрамасын тауып алған еді. Қазірен Қарабақ тауып алды біздің жанкүйер. Қарабақ тауып алдық, Анау Қарабақ деген деп. Шынымен сол сәл-пәл давление жасады. Бірақ енді болды қазір ұмытылып бара жатқан. Оны қатты не етіп отқан жоқ. Қарабақ қазір 13-ші орында тұр екен. 3 ойыннан кейін 6 ұпай. Бенфиканы жеңген ойында мен болдым енді. Кәдімгі сенсация болды. Өз алаңда Копенгаген жеңіп тастады біздің. Сосын 3-ші ойын жеңіп кете жаздады ғой олар. Біздің болашақ қарсыласты. Сосын 3-ші ойын Атлетикке қарсы 1-ші минутта соқты емес пе? Қателеспесем. 1-ші минутта ойбай дедік қой, немене бәле. Мынау магия қашан бітеді дедік қой, қойсаңдаршы деп. Сөйтсек айттық енді Атлетиктің ойыншылары магия бүгін бітеді деп. Сөкті онда гол күтеміз. Гол күтеміз. Бірақ енді неме енді
түйе сұрасаң бие береді дейді. Жаңағы бұл жерде шынымен де ұпай бірдеңкеге қол жеткізгіміз келеді әрине, бірақ енді сөздің шыны керек. Біз қазір халықты да алдағымыз келмейді. Ойбай қырғын, ол Интер деген шашып тастаймыз, ананы үйтіп тастаймыз. Интер кеше ғана ойнады, 3 күн демалып үлгерген жоқ, Қайрат бір аптасы болды, 10 күні болды деп ше. Оның барлығы енді сәл андай популизм болып кетеді. Сол үшін шынымен де жігіттерге сәттілік тілейміз. Гол соғып жатса, ұпай алып кетіп жатса, тіпті ұпай алып кетіп жатса, онда бұл Қайраттың тарихындағы ең бір биік нәтиже болады ғой қазіргі таңда. Мына чемпионстволардың барлығы осы уақытқа шейін жеңген 5 чемпионствоны ысып тастап, ең үстіне осы Интермен қонақтап тең ойнап кетті. Қазақ клубы ойнаған ең үлкен стадион болады ғой Сан-Сиро, иә? Астана Метрополитен ол кезде болған жоқ қой, иә? Метрополитен Атлетико барған кезде. Жоқ, ол Кальдеронда ойнады. Иә. Кальдеронда ойнады, Бенфика мен Далужда ойнады. Бірақ бұл 80 мың емес Далуж. Иә, 80 мың емес. 55 па, 60-тың. Англияның командалары өзімізге келді. Челси да, Манчестер Юнайтед. Челси да, Манчестерде келді. Енді Эмирейтске барамыз. Сосын Паркинс стадион қалды. Паркинде ұлттық құрама ойнады. Олд Траффордқа бардық, иә? Олд Траффордқа бардық. Олд Траффордқа бардық және Сан-Сиро деп ең бір аңыз стадиондардан. Иә, түсінікті. Онда жігіттерге сәттілік тілейміз. Сіздерге де келгендеріңізге рахмет. Енді қанша жерден біз бұл жерде қатты сенбей скептик болып отырсақ та, теледидардан табылып, бұл үлкен мерейтой жалпы қазақ футболы үшін. Қайратты қолдаңыздар, бізде барып команданы қолдап, сол жақтан сіздерге контент түсіретін боламыз. Влог, ойын алдынан жаттығу, барлығын енді көрсетіп жеткізетін боламыз. Нұржан Еркінұлы, Есет Төлеш, Әлімжан Тасболатұлы, сау саламатта болыңыздар.